Барлығына салам достар, қалайсыңдар? Достар, міне сіздерге кереметтей бір шорт жасап шығардым. Ендігі достар, айта кетейін, бұл менде Бомж жолының почти 5-ші сериясының жарты бөлімі десек те болады. Себебін айтқанда, бұл одежда, яғни мен контейнерлерді жүрмін, яғни өзімнің жинап жүрген ақшама контейнерлер аштым кейбір жерлерінде. Енді қарап көріңіздер, мен осында 250 мыңға міне сатып алдым. Міне қазір не түседі екен, соны қазір бәріміз бірге көретін боламыз. Мен ойымша бұл одеждадан бұл қатты нәрсе шықпайды, жоқ транспортный средство екен ғой достар. Короче, қазір 250 мың рубль қойдық. Енді қазір нормальный плюс шығатын болса, онда ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Ал енді қызық па, көреміз енді не болады екен. 7 секунд қалды. Енді байқаусызда 2.500.000 тық қоятын жерлеріміз болады, бірақ ол кейбір кездерде ғой. Енді қазір көрейік. Аштық и бізде не түсті? Ай достар, бізде қанша минусқа кеттік? 150 мың ба? Сондай бір минусқа кіріп кеттік достар. Енді достар, 5-ші серияны күтесіздер деген ойдамын. Осылай ақырындап шорттар шығара беремін. Себебін айтқанда, менде ютубта кейбір кезде андай көп видеолар шығарамай жүрмін. Себебін айтқанда, мұнда басқа жердемін, и мұнда өз үйімде емеспін. Мұнда дауыстар дегенде андай сет қатты ұстамайды. Ал достар, келесі видеода кездескенше, сосын аман болыңыздар. Пока-пока. Чау.